Саламатсыздар ма? Сіздерге рахмет осындай жиын болып жатқанына. Міне мен Абдрахманова Алия Тұрысбекқызы, сол Талдықорғаннан келдім. Балам 5-ші қаңтар күні бейбіт шеруге шықты. Содан 6-7 күні ол үйде болады. 8 күні таңертең үйден шығып магазині болады. Сол магазинді көріп келем деп шығып кетіп, содан жолдан ұстап алып кетті. Қасында әйелі болған. Әйелін тастайды, өзін алып кетеді. Жаңа ұстаған собырлар қай жақтан шыққанын білмейміз дейді. Машинаның дөңгелегі жарылады да, сол жерде жаңағы машинаны жауып, алдында әйел, артында балам келе жатады. Жатыңдар, жатыңдар деген сөзді естиді. Әйел артына қарасам дейді, алмасты жатқызып тастапты дейді. Содан жаңа әйелінің телефонын тартып алды, телефонын тартып алыпты. Одан машинаны ашады, машинаның ішінде ештеңке жоқ. Бәрі таза деп бірін айтады, соны тағы да звондап айтады, жаңағы машина таза, осындай бір кісіні ұстадық деп. Ана жақтан айтқан сияқты дейді, енді тастап кетіңдер. Болмай, олар жоқ, біз алып кетеміз деп алып кетеді. 8 күн сағат 9-да алып кетті. Сол 8 күн біз шыға алмадық. Мен бір адамдарға звондап едім, ой, атыс жүріп жатыр, шықпаңыздар деді. Біз 8 күн шыға алмадық. 9 күні шығып, 9, 10, 11, 12 іздеді мен. 13 күні достары оны жаңағы моргтан табады. Біз қайда бармадым мен. ВДВ-ға да бардым, ГУ-ға да бардым, КМБ-ға, қайда барсам да жоқ. 102-ге звондасам білмейміз дейді. 14-14-ке звондасам дағы білмеймін. Әкімшілікке де бардым. Ешкім ештеңкені білмейді, жоқтан басқа ешкім ештеңке айтпады. 13 күні түскі обедте біздің үйге 8 милиция солдаттарымен келді, бірақ жаңағы үйге келіп, жаңа обыск, мен ойлағам, мен балалар алып кеткен обыск жасайды ғой, обыск да жасаған жоқ, ештеңке келген жоқ, ешкім келген жоқ. 13 күні келеді, жаңа 8 милиция. Мұқашев Алмастың үйі ма, иә, ол қайда? Мен айтып, қалай қайда? Өздерін алып кеткен жоқсыңдар ма? Десем, дейді де, кетіп қалды. Тапсақ айтамыз. Сол күні мен өзім соревноваться еттім. Оған дейін мен ойлаған жоқпын, что мен баламды олар өлтіріп тастады деп. Сол күні ғана мен кішкене күдік кірді маған. Қалай сонда мен балам қашып кетті ма деп қалдым мен. Қалай не болып қалды? Осы 5-6 күнге дейін ол бала жоқ. Енді 6 күннен іздеп отыр. Олар кетіп қалды. Содан мен балам, үлкен балам жаңа достарына айтады енді. Не де болса да барып моргтан іздеңдер деп. Барса сол моргта аты жөні белгісіз деп апарып тастаған. Бұл жағдай сағат 9-да апарады, 8 күні сағат 11-де ол бала қайтыс болған. Оны ешкім айтпайды. 2 сағаттың ішінде ол баланы жоқ жасаған бұл дүниеден. Сондай қатты хайуандықпен, зорлық зомбылықпен қайтыс болған. Міне мына балалар бәрін көрді, біледі, қандай жағдайда бауырын тауып алған. Өте ауыр жағдайда. Ондай жаңа хайуандарда жасамайтын шығар. 2 сағатта оны мойнына ал дедім, енді оны бір Алла білетін естігендер. 2 сағаттың ішінде менің баламды өлтіріп тастапты. Содан 13 күні біз әзер таптық. Міне қазір 2 жаңағы КМБшниктарды жауып жатыр. 6 ай болды, міне әлі делос жүріп жатыр. Не сотқа бермейді, не 2 сағатта болған нәрсені міне 6 ай созылып жатыр. Ешқандай нәтиже жоқ. Менің баламның әділ екені, ақ екені мен өзім білем, балалар достары да біледі, ел де біледі, жақсы біледі бәрін. Ол ешқандай жаңағы терроризмде ешқандай несі жоқ. Машинасынан ештеңке табылмаған. Құра апарғанда мойныңа ал деп содан ұрып өлтіріп тастапты. Менің баламның артында 3 баласы қалды. Әйелі қалды, әке шешесі қалды, біз далада қалдық. Басымызда үйде жоқ, міне көшіріп алып келеді қаладан. Бізге тұрамыз, міне үй жазап, үй саламыз, сөйтеміз, бүйтеміз деп. Содан міне балам кетіп, міне алдымыздың бәрі кесіліп қалды. Квартирада отырмыз қазір міне. Баламның құнын төлетейін деп отырмын. Әйтпесе баламды тіліде алып келіп берсін менің алдыма. Қайда менің балам? Кінәсі болса кінәсін тағу керек еді, неге өлтіреді? Заңда жоқ өлтіру деген. Былай өздері өлтіре алады. Қалай өлтіреді? Не айтасың? Өкіметке не айтасың білмеймін. Кімге не деп сенетімізді білмейміз. Қазір кімге жаловаться ететімізді де білмейміз. Қалай жаловаться ететіміз, не айтатымызды да білмейміз.
ну деген сұмдық болды. 6 ай болды міне біздің денсаулықтан да айырылдым міне. Әйтеуір ішіміз түтін сыртымыз бүтін отырмыз әйтеуір. Өлмес күнде артында жетім баласы қалды. Бір баласының шешесі туған кезде қайтыс болған. О баланы мен өзім опекунствоға алып 13 жастағы қыз қалды. Міне әкесіне сен отыр едік. Әкесі де жоқ міне енді. Кімнен сұраймыз осындай? Әлия, сіз бар, біз бар, оны үкіметтен сұраймыз. Сіздің үкімет ештеңе жасап жатқан жоқ. Осы уақытқа дейін 6 айға дейін мен ештеңе жасалып жатқан. Жауып қойдық дейді, 2 адам жабылып жатыр. Бірақ ештеңе жасалған жоқ. Өздері айтылады, айтады, жазады. 2 сағаттың ішінде жаңағы бірнеше рет скорый шақырады, 2 рет скорыйға бермей жібереді, 3-ші бәрі біткенде береді. Сонда беріп жібергенде ешқандай жаңағы медициналық көмек көрсетпеген. Ештеңе жасалынбаған. Әлия, енді соны жасауды талап етеміз. Қоғам боп, ел жұрт боп біз сіздерге көмектесеміз. Ол қазір енді жарты сағаттай уақытымыз қалды. Жарты сағаттан